Қойшығұл Мұстафаұлы. Тіленшінің қарақасқасы. Әкемнің әңгімесі. Біздің ауылдың табиғаты ерекше сұлу ғой шіркін. Бір шетін барқан құмдар көркейтсе, екінші қиырында бойына талай тарихты бүгіп, құпиясын ағынмен әкетіп жатқан қарт Талас өзені бүлкіл қағады. Қырғыз тауларынан бастау алатын Таластың бір ерекшелігі сол, өткел жерлері жазықтау болып келеді де, бір отар қой айдап өтсеңіз де лайланбайды. Табаны тастақ, қолыңнан теңге түсіріп алсаң да тауып аласың. Мөлдіреп көрініп жатады. Ал құм жақтың табиғатын сөзбен суреттеу қиын. Әсіресе көктемде құмның табиғаты адам айтқысыз сұлуланып кетеді. Құм жақтан ескен самал жел, гүлдеп тұрған сансыз өсімдіктің хош иісімен қытықтағанда, кеңсірігің кеңейіп, жан сарайың ашылып, жұпар ауаның самалын құшырлана жұтасыз. Құм жиегіне, Талас өзеніне жақын орналасқандықтан ба, халықтың тұрмысы кей өңірлерден жоғарылау, шат-шадыман күй кешіп жататын. Әр аптаның соңында ауыл маңында көкпар тартылып, жағдайы келген кісілер ата-бабасына бәйге беріп дегендей, қазақы салт дәстүрінің алтын тіні үзілмейді. Кеңес дәуірінде Чапаев жеміс жүзім совхозы деп аталатын ауылым, қазір Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Шахан ауылы болып, өз аталарымыздың атын иемденді. 6-7 жастағы кезім әлі есімде. Әкем Мұстафа ұста, анам Тұрған тігінші болатын. Әкем ер-тұрман, жүген, ноқта жасаса, апам жүн түтіп, сабаулап, сырмақ тоқу, құрақ көрпе тігу, текемет басу дейсіз бе, арқан қыл шыбырлардың да түр-түрін есетін. Не керек, қолдарынан бәрі келеді. Шағындау шошақ қораның ішінде әкемнің түрлі аспаптары жиналады. Бір бұрышында қақпандар, жәшікте бірыңғай етік тігетін қалып, келесі жәшікте балта шоттың түрі-түрі, балғаның да жайы, шың балғасы, төстің екі-үшеуі, түрлі егеулер, шегенің де ақ, сары, ұзын қысқасы, ағаштан жасалғандары неше түрі жиналып жататын. Өзі ер шабады. Жай ер, құранды ер деп екіге бөледі. Түйенің қатқан көнін әкеп, бір аяғын суға тастап, жібітіп, илеп, құранды ерге тартып, сары шегемен түрлі оюлар жасап қаптайтын. Ерге бұлғарыдан өрнектеп тоқым, жұқа, ақ кезден терлік, сары жез жалақтан өзенгі, күміс өзенгі таралғысымен желдік, тартпа, қанжыға құйысқан өмілдірік жасайды. Жүген ауыздықты күміспен аптап, сәндеп жасап, көңілі түскен сыйлы азаматтарға тарту ретінде беретін еді. Қоқан өріммен 6 өрім, 8 өрім, 12 өрім, 24 өрім, бұзау тіс қамшыларды жасап, ер-тұрманға қосатын. Бірде майдангер сұраншы ұлы Өсер інісіне осындай сыйлық жасады. Өсер тәтемнің мінезі шатақ, айтқаннан қайтпайтын, өмірі екі сөйлемейтін, ширатылған қара мұртты, ақындығы да бар, сұсты кісі еді. 1941 жылы соғысқа әкеммен қатар аттанады. Біз жүрміз Украина майданында, сәлем бердік Шаханның шалдарына, бір Алла бәріңізге қамқоры болсын, көніп жүрміз тағдырдың салғанына, деп өлең жазады екен елге арнап. Ауылдың ауыртпалығындағы кемпір-шал бала-шаға оны оқып, көз жастарына ерік беріп, мөлдір тамшымен тостағандарын шаяды екен. Ол кісі де жиі-жиі әкеме келіп сәлемдесіп тұрады. Жұма, сенбі, жексенбі біздің үйде толған кісі, абыр-сабыр. 3 бөлімшенің ақсақалдары әкеме келіп шашын алғызады. Апамда маза жоқ, құтты хан сарайының ханзадалары келетіндей күй кешеді. Бүгін үйге үлкен кісілер келеді деп, ерте тұрып, сиырларды сауып, өріске айдап, шара-шара бөктерген бидай, я тары, я жүгерге ашытқысы сақ қосып, ақ ормалды Садан ағам екеумізге 4 бұрышынан ұстатып, атала боза жасайды.
Үйдің айналасына су сепкізіп, бірінші шеңгел сыпыртқымен, сосын жұпар иісі шығып тұру үшін жусан сыпырғышмен сыпыртады. Жер ошаққа нан пісіріп алып, одан қалған көңнің шоғына шәй құманды бұрқыратып қайнатып қояды. Оның жанында қол жуатын бұхар құманы тұрады. Әпкем Гүлбахира құмандардың суын еселеп, толтырып, шоғын өшірмей көң салып реттейді. Менің міндетім қол жуатын құманға шым-шым етіп ыссы суды дайындап, ақсақалдардың шашын жібітуіне су құйып беру. Бірінші бөлімшеден Сыдық, Нартай, Сарманқұл, екіншіден Әліпше, Тұрбек, Тойбек, өз алуымыздан Оспанқұл, Әміртай, Тоғанас, Рәпіл, Әмзе, Әшірбек, тағы басқа қариялар жиналып, шаш алдырады. Кейбірі ноқта жүгенін жөндетіп, шалғысын шыңдатып, әңгіме дүкен құрады. Шіркін, көненің көздерінің әңгімелері-ай, бір-біріне айтатын қалжыңдары қандай десеңші. Көп жылдар министрлікте, сосын Мұхтар Әуезов театрын басқарған ғалым Еркін Тілеубайұлының атасы Жуасбек ақсақал мен әкем Мұстафа екеуі 1941 жылы соғысқа аттанып, 1944 жылы біреуі сол аяғын, біреуі оң аяғын тізеден жоғары қалдырып, елге оралады. Екеуі 3 бөлмелі қоржын тамда бірге тұрыпты. Базардан етік кебіс мәс алса, екеуі 2 аяғына бөліп киіп алады екен. Қатарластары, екеуіңе қандай жақсы болды, шығын аз, не алсаңдар да бөліп киіп аласыңдар деп күлетін көрінеді. Бір қызығы, Жуасбек ақсақалдың кемпірі Пияш апамыз бен менің шешем тұрған 1945 жылы 21 мамырда бір күнде босанып, 2 ұлдың атын Тілеубай, Тілеуқұл деп қойыпты. Ол да өз алдына бір әңгіме. Үйге жиналған ақсақалдардың айтатындары арғы-бергі тарих, одан қалса қиса дастандардан үзінділер. Би шешендердің сөздері, тыңдасаңыз, дария дархан, мол байлыққа кенелесіз де қаласыз. Зерде жадыңыз мықты болса, тоқып отырсаңыз болғаны. Әңгіменің түйіні әкеме тіреледі. 12-13 жасынан жылқы баққаны, ұсталығы, бапкерлігі, ит жүгірткені, қақпан салғыштығы айтылады. Ол кісінің өзі қолдан шауып жасап алған қалақ домбырасы да бар. Құйқыл жытып шертпе күйлерді тартып отыратын. Әкем мінезі ауырлау, көп сөйлей бермейтін адам еді. Кейде шешіліп, бұл 1920 жылдар еді деп әңгіме бастайтын. Ол уақыттарда ауыл құм жиегінде астау қобыға таяу отырыпты. Атақты адамдарға ас берілгенде, келін түскенде, бала сүндетке отырғанда той жасап, арты бәйге, көкпарға ұласатын қазақтың салт дәстүрінің қаймағы бұзылмай дәуірленген кездері ғой. Сұранышы, тіленші, Махамбет Кәрім деген әкемнің дәулетті ағайындары Көкойдың шығысынан орап, қызыл құмды жайлап, үйірлеп жылқы ұстапты. Қыста Мұңқұдық аталатын қызылдың ортасына жайғасып, еркін жайлайды екен. Тіленшінің қуса жетіп, қашса құтылып, алдынан жылқы жібермейтін ана шеті Мойынқұм. Шу өңірі былай шеті, Ұлан бел, арқа аймағына белгілі атақты Қарақасқа атын әкем аузынан тастамай айтып отырар еді. Жылқының төбелі ай төбелі, қасқасы, ай қасқасы, шал қасқасы болады. Шалғасқа 2 құлақтан тұмсыққа дейін жалпақ болып келеді. Тіленшінің сәйгүлігі есікпен төрдей шалғасқа еді. Бір көзі шегір, 4 аяғы тізеден төмен, шашасына дейін аппақ. Артқы 2 тұяғы да ақ болатын. Артқы санында аздаған тыртығы бар. Құлынында қасқыр тартса керек, ит құста өзінің жауын ерте сезеді ғой деп отыратын. Көктемнің күздің сілебе жауындарында тіленші Қарақасқаның құйрығын ширатып, қылын шашыратпай, сұлудың бұрымында етіп түйіп, ауылдың жанынан әсем жүрісімен алшаңдатып өте шығар еді. Жануар киелі, қасиетті, бәйге сәйгені айтпағанда оның алдынан бірде-бір қасқыр құтылып көрген емес.
Қасқырдың қарасын көргеннен екіленіп, ашыңдап, Қызылқұмның екі белінен асырмай жететін еді деп әңгімесін жалғай берді. Атам зарлының сырттан деген қарасұр төбеті болыпты. Тіленші бір жарға құлақ көк қаншық, екіншісі сұр жебе аталатын шашақ құлақ тазыны жүгіртіп жүріпті. Сырттан ауылға көп сұғанақтамай, оқшаулау төбешікте жатады екен. Алғашқы қар жауа Тіленші Қарақасқаға мініп, Қансонарға шыққанда қарсақ, түлкіні, былай қойғанда қарақұйрық киіктерді де аулап, қанжығасы майланып, жанындағы біздер жиып теріп жүруші едік дейді. Ал қасқырға арнайы дайындықпен шығатынбыз. Құмның арландары қызыл қоңыр, кейбірі қоңыр қошқыл болып келеді. Оларға біздің үйдің сырттаны болмаса, ана-мұны ит шаба бермейтін. Тіленші де зарлы атамнан сырттанның бабын сұрап, Қарақасқамен ары-бері ойқастырып байқайды екен. Егер сырттан өзі ермесе, ол күні аңға шығу жоқ. Бірде арқадан ауғанаяқ деген ерекше жоны қан қызыл арланның олан бел, шу өңірлерін шулатып, небір кәдігі аңшыларға алдырмай, мұң-құдыққа қарай беттегін есітіп, Тіленшінің мазасы кетіпті. Онда жастауымыз, Тіленші зарлы атама келіп, сырттанды баптасаңыз деп жүріпті. Тоқсылу апамыз сырттанның тамағын жеке қайнатып даярлайтын көрінеді. Ауыз жиып үлгергенше абадан қызыл бөрідей деп Бұхар бабамыз айтқандай, арқаның ауған аяғы тобымен келіп, Қызылқұмның жылқыларын жара бастайды. Не бір кексе айғырлардың үйірінен ту биелерінің қарнын қауындай қағайырып, қазысына тояттап, шығындай бастапты. Қаңтардың қарашұнақ аязында сырттан да қарға аунап, жүнін тазартып, айбаттана, түнде қайта-қайта үріп, ауыл маңдағы жылқыларға барқыштап жүріпті. Атам бір қауіптің келе жатқан ағайындарға айтады. Қаңтардың қызылшұнақ бораны соға бастағанда екі тазысын ертіп, ауылға Тіленші жетеді ғой. 10 шақты атты адам Қансонарға дайындалып, сойыл шоқпар әзірлеп, ауылдан шыға бергенде қыр басында отырған сырттан да бір керіліп алып, маңқ етіп алдымызға түсті. Бәрімізде аршындаған жарау аттар, кейбірінде дүрегей тазылар, қиқуға қиқу қосылып, Қызылқұмды жиектеп келеміз. Мен топтан оқшаулаумын, өйткені сырттан көпті аса ұната бермейтін. Оның үстіне көп ит одан қаймығып, алшақтау жүреді. Кездескен қарсақ түлкі торымдарды тазылар жібермей қағып келеді. Тіленші топты екіге бөліп, біразын Қызылға кірігуге, бізді құм сағасымен жүруге бағыттады. Өзі Қарақасқаның екпінін әрең тежеп, көк қаншық пен сұр жебенің ағына қарайлап келе жатқан. Бір кезде екі тазы алға ұмтылсын. «Мұстафа! Татырға айда! Қасқырды сонда қайырамын!» деп Тіленші Қарақасқаның басын жіберді. Еті қызып, ойнақтап келе жатқан жануардың төрт тұяғынан атқан қар оқша борап, әдегенде ақ Қызылға кіріп, екі тазыны өкшелеп кетті. Сырттанның да қарасұр түсі өзгеріп, қысқа бейімделіп көкшіл тартқан еді. Бірдеңені сезгендей арқа жүндері тікірейіп, екі көзі от шашып, еркін жүгіріспен келеді. Мен, ағам Бопыр, Өсер інім үшеуміз қапталдасып келеміз. Бір кезде Өсер, «Әне, кетті, кетті!» деуі сол-ақ екен, сырттан оқша атылды да, белден бел асып кете барды. Алыстан Қарақасқа аттың шабысын танып, біз де солай шаптық. Сүт пісірім уақыт өтті ме, жоқ па, көз ұшында ақ қардың үстінде арпалысқан иттің сырттаны мен қасқырдың арланының майданына жеттік. Қарақасқа аттың таянғанын, тұяғының дүбірін сезді ме, сырттан да аянып қалмады. Біздер де қиқулап жеттік-ау. Жоны қан қызыл арлан мен көк төбет жан алысып, жан берісіп жатыр. Ақ қар қызыл қанға боялған. Тіленші қамшысын көтеріп, бізге «Тоқтаңдар» деп белгі берді. Анша-мұнша қасқырды кеудемен қағып құлатып, азуды алқымға салып жіберіп, буындырып тастайтын сырттанға ананың алдыратын түрі байқалмайды. Мойны бітеу қан қызылды сырттан алқымнан алуын аладық,
бірақ тісі бата қоймайды. Арлан бізді елер емес, жұлқынып шығып, бірін-бірі қан-жоса етіп жүр. Сырттан бір кезде Арланды құлақ шекесімен қоса алғанда екеуінің жақтары айқасты да қалды. Тіленші өзіне қауіптің жоғын сезді ме, аттан түсіп, таяу барып, қысқа келтекпен Арланды тұмсықтан періп аунатты. Содан кейін қамшының сабымен сырттанның Арланмен айқасқан тістерін әрең ажыратты. Сырттанға жаным ашыған мен де аттан түсіп, итімді құшақтай алдым. Кере қарыс аузынан тілі салақтап, қан-қан денесін керіп, бір сілкініп алды да, ары қарай ентелеп, жүгіре жөнелді. Біз де атқа қонып солай ұмтылдық. Көк қаншық пен сұр жебе әдегенде қан қызыл Арланға батпай, екінші қасқырдың соңынан түссе керек. Қасқырды қуып жетіп, екі жақтап әр жерінен тартқылап, қайтармалап жүр екен. Ызалы сырттан оны кеудемен қағып, бірақ аунатты да кере қарыс аузуды алқымға салды. Екі тазы да қарап қалмай, ақыры үшеулеп оны да керіп тастады. Не керек, сол бір-екі күнде ауылға арқадан ауған 5 қасқырдың терісін әкелдік. Қан қызыл қасқырдың ірілігіне, терісіне таңқалған ақсақалдар мұның түбі қорқау қасқыр екенін айтысты. Айта берсек, сырттанның мұндай қасқыр алуы жылда бірнеше рет қайталанатын. Анша-мұнша аттарға сырттан ілесе бермейтін, шіркін, қара қасқа атпен бір-біріне нағыз серік еді. Шаршағанда жүрмей жатып алатын, атқа өңгеріп әкелетінмін деп, әкем қолындағы қамшысын өріп отыра беретін. Кейіннен сырттан қартайып өлгенде, мәйкөт деп әкемдер аузына қойдың құйрығын тіліп, салып көмген екен. Қасқыр алатын төбеттің соңғылары болса керек, содан кейін бізге ондай ит кездесе қоймады деп әкем бір күрсінді. Сол уақыттарда ел аң етіне, қасқыр, түлкінің терісіне қарық болып, қасқыр ішік, түлкі, қарсақ ішіктер киіп, жадырап, жарқырап жүрер еді. Қара қасқаны көбіне бәйгеге аяғын шаптырып алмайын деп, анда-санда көкпарға да қосып жүрдік. Қалың ел салма көкпарды тартып болып, ал енді алып қашуға рұқсат дей бергенде, құмның биік шоқысының үстінде қара қасқа атты тіленші қайдан екен белгісіз табан астында пайда болып, қасқайып тұра қалады. Мұндайда басқа ауылдан келген көкпаршылардың да, аттардың да еңсесі түсіп, көңілдері су сепкендей басыла қалатын. Себебі тіленші көкпарды еш жаққа жібермей алып қалатын еді, дейді әкем. Осындай қызу өмір қайнап жатқан кезеңі болса керек, Шымырдың сырлы атасына үлкен ас беріп, Ұланбел шу Мойынқұмды мекендейтін ағайындар жиналып, бәйге көкпар беріпті. Тіленші сырқаттанып, Қарақасқа атты бәйгеге қоспай, бәйге басқаларға кетіп, кезек көкпарға келгенде ел шулап, көкпардан дайырлатын болдық деп, абыр-сабы күй кешеді. Көкпарға 4 жасар серке тасталып, азаматтар қиналып, ауырсынып тартысады. Десе де небір қасқыр жігіттер бар, көкпарды ауылдан ұзатып әкетіп бара жатады. Сол уақытта тіленші орнынан тұрып, Қарақасқа атты ерттеп, көкпар алаңына келіпті. Ел аң-таң. Тіленші, Мұстафаны шақырыңдар, Қарақасқа атпен сол ғана шабалады, депті. Көкпар ауылдан ұзап кетсе керек, тіленші келіп, Мұстафа, көкпар ұзай берсін, асықпа, Қарақасқа аман болса жібермейді. Ана шоқыға қарай қиғаштап шап, деп қиыс жатқан жақты нұсқады. Мен аң-таң. Неге десем, тіленші, көкпаршылар қазір анау биік құмнан аса алмай, оң жаққа татырға бұрылады. Сол уақытта Қарақасқа төтеннен кеп жетеді. Бірақ сен мықты болсаң жарадың. Көкпар қолыңа тигесін, Қарақасқаны арғы биік қызылға сал. Ешбір ат қызылдан аса алмайды. Сен асасың да, келесі қызылды айналып, ауылға қайта тартасың, деді. Неткен ұзақ жол, амал жоқ, астында Қарақасқа тигесін аяйын ба, аттың басын айтқан жаққа бұрдым. Ел аң-таң. Айтқанындай-ақ Қарақасқа биік шоқыға жете бергенде, тезек тастап, еті қызып, сосын барып еркін көсілді. Тіленші айтқан биік қызылдан аса көкпарға жетіп, ауыр серкеге қолым жетті. Қарақасқаның қайдан келіп қалғанына таң қалған көкпаршы, 16 жасар менің тегеурініме шыдай алмай көкпарды өз-ақ бере салды, дейді әкем өрімін тоқтатпастан.
Әкем сол жолғы қарақасқаның шабысын аузынан суы құрып айтып таң қалып отырар еді. Жануардың тұяқтары түйенің табанындай жалпақ, құмға бейімделген еді дейтін. Кейіннен тіленші науқастанып, қарақасқаны нағашылары сұрап әкетеді. Арқа, Шу, Ұланбел жақтан қарақасқаның бәйгені алғаны жөнінде әңгімелер естіліп жатады екен сол кезде. Жігіттің сұлтаны тіленшіден артында ұрпақта қалмапты. 1950 жылдары кеңес үкіметі халықты дүбарландыру саясатымен қазақ жеріне басқа ұлт өкілдерін қоныстандыра бастайды. Қаншама шалғай десек те, біздің ауылға да сол уақыттарда орыстардың отбасыларын, Кавказ ұлтының өкілдерінен Карашай, Балғар, Әзірбайжан, неміс, Қытайдан келген ұйғыры бар. Ауылымыздың 20%-на жуығы басқа ұлттарға толығып тұрды. Сонымен қатар жетім балаларды асырап алу да халыққа жүктеледі. Сәрсенқұл қария Сейтқан деген әбейілім ақсақал Шарафаддин атты Әзірбайжан баласын үйлеріне кіргізіп алады. Ол уақытта халықтың саясатпен шатағы жоқ, әркім шама-шарқы жеткенше жан бағыста болатын. Мал ұстау жөнінде үкіметтің елге бекітіп берген тұрақты есебі де болады. 5 қой, 5 ешкі, 1 сиыр, 1 жылқы. Одан асуға болмайды. Әке 30 шақты қой, 2 бұзаулы сиыр, тана торпақтары дегендей, 2 құлынды бие осы шамадан мал ұстады. Ауыл советтің хатшысы Кенбаев Асқар деген ағамыз санақ жүргізгенде әкеме келіп сәлем беріп, хал жағдайын сұрап, ардагер ақсақалға бәрі жарасады деп кететін еді. Бірде әкемді ауданға шақырып, жоқ аяғына арнап, жасамалы аяқ беріп жіберіпті. Тізесі бөгілетін қондырғысы бар кәдімгі аяқ. Әкем оны шөп шабарда киіп алып, шалғыны еркін тарта беретін болды. Не керек, әкемнің көп жағдайына жарап бақты. Атқа мінсе де, кейде ауыл ақсақалдарының шашын аларда да киіп алатын болды. Ескі әдеті бойынша жұма күні ауыл ақсақалдарының шашын алып отырған. Астында қарақасқа аты бар Кәдірхан деген жылқышыны інісі келіп шашын алдырды. Баяғы тіленшінің қарақасқа аты есіне түсті ме, әкем атқа қарап қойды. Бұл қарақасқа да бәйгеге салынып, атағы шыға бастаған бір керемет, сүмбіл, сұлу, керім жылқы болатын. Қариялар көкпар туралы әңгіме қозғап, әбейілім ақсақалы асырап алған Шарафаддиннің керемет көкпаршы өзі тауда жылқы баққандығын таңдана айтып отырды. Ауылда апта сайын көкпар өтіп, Шарафаддиннің аты ақсақтай берді. Бір күні әкем ауылда мал дәрігері болып істейтін інісі Тастанов Жайнақ ақсақалды шақырып алып, сенбі күні маған Кәдірханның қарақасқасын әкеп бер деп тапсырды. Аптада аяқталды. Жайнақ көкем әкеме қарақасқаны әкеп берді. Жол жорғасы бар, ірі жылқы еді. Әкем Құранды ерін салып, қос тартпа тартып, жасанды аяғын киіп ауылдың ар жағындағы қожабаздың жанында болып жатқан көкпарға барады ғой. Ақсақалдар, орта жастағылар, жастар, не керек, сенбі күні бүкіл ел сонда. Қариялар, Мұстафа ақсақал келе жатыр деп шу ете қалады. Әкем болса, кәне, мақтап жүрген Шарафаддиндерің қайда? Менімен көкпарға түссін, деп алаңға тұрды. Шарафаддин әкемнің бір аяғын жоғын біледі. Көкпар қызу қандылардың ойыны елге қызық керек. Шулағасын амалсыз ол да атқа қонады. Көкпар ортаға тасталады. Әкем, әй Шарафаддин, ана көкпарды маған әпер, тақымға басамын. Тақымымнан ала алсаң, мақтылығыңды мойындаймын, деп өтініш жасайды. 23 жастағы жігітке не тұрады тәйірі? Көкпарды жерден іліп алып әкеме береді. Әкем қарақасқаның мықтылығын біледі. Сау сол аяғының тақымына көкпарды басады да, ал шырағым, енді ала ғой деп, қарақасқаға қамшыны бір тартып, желе жортып жүріп кетеді. Ел шулап айқай басталады. Шарафаддин көкпарға жабысады. Алғашында ақсақ адам ғой, аттан ауып қалар деген оймен аяулшылық білдіріп көрсе, ақсақалдың тоқымы тас, көкпарды қозғалта да алмайды. Қой болмас деп шыңдап бастайды. Бірақ көкпар еш қозғалар емес. Шарафаддин шаршай бастайды. Ары жылқиды, бері жылқиды. Бір сағаттай арпалысады. Қолының қары талып, әлі кетеді. Ел болса шулап,
жас арыстан деп атағы шыққан көкпаршыны мақтап, мадақтап, алға көшеді. Қара қасқа атты айналдырып, әкем қалың топтың ортасына келеді де, «Мақтап жүрген көкпаршыларың осы ме еді?» деп сау аяғын тақымын көтеріп жіберіп, көкпарды жерге тастап, «Ал сау болыңдар», дейді де ауылға қарай аяңдап кете береді. Әкемнің қатарлары, «Бәсе біздің де намысымызды қорғайтын адам бар екен-ау», деп мәз-мәйрам болыпты. Кейіннен Шарафаддин үйге келіп, шаш алдырып отырған ақсақалдардың алдында әкемнің аяғына жығылып, қарт майдангермен көкпарға түскеніне өкінішін білдіріп, кешірім сұрапты. Бұл 1966 жылдар еді.